например, хан ордасына жол салды. Мысалы бір жыл осы күзде енді болды. Енді қазір жағдайын көріп жатсыздар енді. Расымен біраз жыл өтіп кеткен жол сияқты. Немесе министрлік айта салмайды. Ойбай, жаңа президент айтты ғой, давайте бүйтейік сөйтейік деп. Мысалы расымен Әулиетауға шыққан кезде енді кейде таза бір болмайтын нәрселер жатады келеді. Сонда мен бір әңгіме естиін кісілерден. Сендер ұлытау дейсіңдер, ұлытаулардың осы ма деген сияқты. Мен сенімен бірге. Құрметті көрермендер, қазіргі таңда ішкі туризм өңірлердің дамуының локомотивіне, бизнесте коммерциялық мүдделер мен халықтың мәдени қажеттіліктерін дәнекеріне айналып отыр. Бүгінгі таңда біздің подкастымызда осы ішкі туризм, ұлытау өңірлік туризм дамыту бойынша бүгін сұхбаттасатын боламыз. Бүгінгі біздің қонақтарымыз өнеркәсіп және кәсіпкерлік бөлімінің туризм саласындағы бас маманы Бауыржан Татуұлы және Ұлытау қорық мұражайының бас директоры Бақтияр Сапарбекұлы бүгін бізде қонақта. Енді бүгінгі біздің форматымыз подкаст түрінде болады. Бұл жерде сұхбат беруші, сұхбат алушы болмайды. Жалпы осы жердегі тың ойларды осы ортаға салатын боламыз, беріп соң куәсі боласыздар. Ал енді Бақтияр Сапарбекұлы, енді бұл салада қаншама жыл қызмет етіп келатсыздар. Енді біз дилетантпыз, енді сіздер айтылмаңыздар деуге болады. Енді біз өзімізше сөйтіп көрінесіздер. Жалпы енді сіздің ойыңызша қаншама жыл осы салада жүрсіз? Қазіргі таңда енді өзіміз куәміз, осы биылғы жылдан бастап өте бір жақсы бір қарқын келді Ұлытау жаңа инфраструктурасын дамыту бойынша. Жаңағыдай сапар үйі салынып отыр, музей, жолдарымыз, көшеде жаңа абаттандыру жұмыстары өте қарқын жақсы жұмыс істеліп жатыр. Жолдарымыз жаңа Жошыхан басында үлкен жаңа комплекс салынып отыр. Бұл өте жаңа біздің біраз алға жылжығанымызды көрсетеді. Дей тұрғанмен де енді кадр мәселесі қалай болады? Расымен де құр ғимарат, егер де ішінде мысалы өзінің жаңағыдай соның маманы болмаса, ертең бос қаңырап қалмай ма ол ғимараттар? Жалпы оны сервис жағын, маман жағымыз қалай? Енді жалпы туризм дегенде біз бірінші кезеңде айтамыз, не айтамыз? Туристерге жағдай бар ма, жоқ па? Осы мәселені жұрттың бәрі қозғайды. Енді нақты Ұлытауды алатын болсақ, бүгінгі күнде әрине туристерді қарсы алатын, туристерге қызмет жасайтын, жағдай жасайтын дәреже әлі орташа деңгейде, орташадан сәл төмен деңгейде деп айтсам болады. Неліктен? Өйткені туризм мәселесі бұрыннан айтылғанмен енді қолға алынып отыр десек, артық қалмайды деп ойлаймын. Бұған енді себепкер болған бірнеше кезекте өзіміздің халқымыз, жұртшылығымыз, жергілікті билік, музей, өздеріңіз сияқты өлкетанушылар дегендей туризмге, Ұлытауға, еліне жанашыр жігіттердің арқасында міне облыс деңгейінде, республика деңгейінде, үкімет деңгейінде қаулылар қабылданып, биылға жаңа өзің айтып кеткендей көптеген іс-шаралар жоспарланды. Сол іс-шаралар жоспарланған іс-шаралардың біраз атқарылды. Әлі болашақта біраз тұр. Енді жаңағы өзің айтып кеткен сұраққа байланысты әрине туризмді болашақта біз бәрі дамытамыз. Әрине біз инфрақұрылысты біз оны қалпына келтіреміз. Жолдар болады, ғимараттар салынады, жаңағы ескерткіштерді абаттандырамыз. Өзіңіз айтып жатқан кадр мәселелері, олар да тапшы болмайды, уақытында табылады, өседі дегендей, көбейеді, белгілі бір дәрежеге жетеді. Мен бұның бәрі болашақта. Бүгін ертең деп айта алмаймыз, келесі жыл деп айта алмаймыз. Ол әсіресе кадр мәселесі, бұл өте қиын мәселе. Қазір қай саланы алсаңыз да, мысалы қаражат бар, идея бар, бірақ соны іске асыратын маман табылмай қалады. Сол деңгейдегі маман. Бар мамандар, бірақ жаңағы ойлаған, алдында қойылған мақсатқа жеткізетін мамандар тапшы. Ал енді туризм салатын алып тұрсақ, ол тіпті тапшы біздің ауылда. Бәріміз патриотпыз, бәріміз білеміз, ескерткішіміз бар, тарихымыз бар, Ұлытау деген қандай түрілген аты бар. Қазір бүкіл Қазақстан білет десек артық емес. Елбасы да келіп кетті, премьер-министрлер, депутаттар болса да келіп жатыр. Тоқаев мырза келіп біраз жақсы сөздер айтып кетті. Жақсы, бұл да бір белгілі бір деңгей. Осы біздің сіздермен бірігіп жасаған еңбегіміздің бір дәрежесі, нәтижесі деп айтуға болады. Бірақ жаңағыдай туризм дамып кету үшін әлі біраз жұмыс істеу керек.
Бірінші мәселе өзіңіз айтқандай кадр мәселесін тәрбиелеу үшін қалай тәрбиелейміз? Оны арнайы қазір мысалы біреуге жайлы алсаңыз, мысалы ауылға, ал жігіттер міне кәрістерді оқуға жібереміз, Астанаға, Алматыға, не басқа бір жаққа шетелге жіберемін десең, табылатын шығар адам, бірақ енді мына ауылға, өзіміздің облысқа жіберетін ешкім әлі табылмайды. Өйткені олар ойлайды, мен ол жаққа барған не істеймін, бір курстардан өтеді екен, сертификат алады екен, жай оған маған математика жаңағы 3 ай оқысам, 1 ай оқысам, оған ақша төлейді екен. Бірақ келгеннен кейін мен алмаға не істеймін? Турист алты ел келіп отқан жоқ. Мына жерде өшірте тұрған жоқ, көшеде. Есігін қағып тұрған жоқ. Мен турист едім, маған ертеңге арғы күнге экскурсия керектігінде. Оның бәрі біртіндеп болатын нәрсе. Бірақ әрине біз сол бағытта жұмыс істеуіміз керек. Оны мен өзім былай сол мәселені шешу жолын былай көремін. Бұл жерде үкіметтің көмегі керек. Бұл жерде облыс деңгейінде туризм индустриясы бар ғой, комитеті. Солардың деңгейде және міндетті түрде аудан деңгейінде арнайы қаражат бөліну керек, гранттар бөліну керек. Ол бір жылдық емес, бір кезеңдік емес. Ол мысалы өзінің жаңағы этап-этапымен бөліну керек. Мысалы, мен алайық. Мені мысалы маған қаражат бөлінді биылға, бір айға, 2 айға, 3 айға, бір жаққа мен барып оқып келдім. Келесі жыл тағы да маған бөлінеді, егер менде нәтиже болса. Мысалы, мен бір жылдың ішінде жаңағы оқып келгеннен кейін экскурсоводтың, мысалы жаңағы гидтің оқуын. Содан кейін сол жылы менде мысалы бір айтайық, жобамен айтайық, бір 100 экскурсия жүргіздім. Онда сізге грант келесі жыл жалғастырылады деген. Сөйтіп қызықтыру керек адамдарды. Ынталандыру керек. Әйтпесе ол курс бітіріп кетеді, сонымен қалады. Ол үйінде өзінің шаруасын істеп жүреді. Жаңағы 3 ай қыдырып келді, ақшасын алды, бітті. Сол сияқты әрмен қарай. Егер оған сол жұмыс істеп жатса, оған көлік алуға көмектесу керек мысалы. Өзі жаңағы микроавтобус па, басқа бір жаңағы жүретін мәшинесімен жаңағы аралататын оған көмекшілеріне жаңағыдай грант бөлу керек. Сөйтіп дамыту керек. Қазір үкіметтің көмегі керек. Қазір жергілікті халықтың өз бетімен мың жерден ол комиссар болсын, оның жаңағы қаражаты, қалталы жігіт болсын, ол қазір ақшасын бір жерге салардан бұрын ол ойланады. Туризм саласына мысалы бизнесмен жеке бір адам ақша салу ол өте қиын жағдай. Өйткені бұл бірден қайтарылып берілмейді. Бұл бірнеше жылға созылатын проекттер ғой. Сондықтан бұл жерде үкіметтің көмегі керек. Менің өзім көзқарасым солай. Бірінші кезекте үкімет кішкене көмектесіп берсе екен. Жергілікті жігіттерге, туризммен айналысамын деген жігіттерге көмектесіп берсе екен. Енді осы тұстан Нұржан, сізге бір сұрақ. Енді расымен жергілікті халық ол өз бетіменен жаңағыдай бір киіз үй сатып алса, болмаса бір шаруасын бастап кете алмайды. Ол расымен ол халықтың сондай бір ақшасы жоқ. Бір киіз үй, мысалы темір киіз үйдің өзі бір 500-нан кемі жоқ мысалға. Енді бір киіз үй ол күзге толмайды, сәйкесінше 5-6 киіз үй болса, шағын бір етін алуға өшеді. Енді осы тұста халықты мысалы белсендендіру үшін, мысалы мен ойым айтады, мысалы үкімет тарапынан егер мал шаруашылығын дамыту үшін кредиттер бөлініп отыр 6%, 4%. Егер сол туризмға деп мысалға бүкіл өңірге емес, жаңа осы Қарағанды облысында жаңағыдай бір 3 Қарқаралы, Балқаш, осы Ұлытау кіріп тұр ғой жаңағыдай. Туристердің не табатын кластерін дамытатын жер деп қолай берді. Осы тараптан үкімет егер де мысалы сондай проекттарды қолға алса, именно жаңағыдай осы 3 өңірге жаңағыдай туризм дамыту үшін деп 2% мысалға кредит беретін болса, оны жаңағыдай енді малдан 100 бас алуға дейін деп бұл жерде ондай мысалға суммасын шектемей. Мысалы 100 миллионға дейін. Мысалы сонда халық мүмкін шығар, сонда мүмкін біреулердің енді үкімет 2% беретін ол өте жеңілдік қой мысалы халыққа. Сонда мысалы идеяларды шығартқан. Мысалы сол тарапын мысалы үкімет. Енді қазір сондай қадамға бара ала ма деймін да ол талқылау. Мемлекет деңгейіндегі грант бөлінеді немесе бір ақшалай қаржылай қолдау қаражаттар бөлінеді деп айта алмаймын. Енді аудан деңгейіндегі қаражатты айтайын. Ауданна жаңағы грант, арнайы грант бөлініп, өзі этноауыл Жидексай өздеріңіз білесіздер. Ол қазір жұмысын өзін жүргізіп жатыр. Сол сияқты мынау жас кәсіпкерлерді қолдау грантының ішінде де жаңағы өңірлерде мысалы Амангелдіде жаңағы қонақ үй дейді. Қонақтар болғанда күту үйі, ол да бір осы туризм саласында бір өзінің ықпалын ететін бір жаңағы туристер барып сол жерге қонатын орын болып табылады ол да. Сосын жаңағы жалпы айтып отырсыздар ғой, толықтыра кетейін. Кадр мәселесі деп бізде өзі осы облыстық туризм басқармасы бар, айналысып жататын. Сол кісілер арнайы мынау мемлекеттік жоғары оқу орындарында өзі факультеттер бар, туризм деген сол факультеттерге сұраныс бізге жіберген болатын. Арнайы
маман оқытайық деп біз сұранысқа қажеттілікті қазіргі таңда беріп ол кісілерге осындай бізге 2021 жылы осындай маман қажет, 2022 жылы осындай маман қажет деп. Енді біз қазір жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, туризмнің бір даму үрдісінде тұрық, толық бір дамып кеттік. Барлық инфрақұрылымымыз сай. Қазіргі күнде туризмнан жалпы бір коммерциялық қомақты қаражат түсіруге болады, туризм өзін-өзіне қаржыландырылады дегенде әлі деңгейге біз жеткен жоқпыз. Өйткені қазір даму үрдісіндеміз. Енді осы туризм дегенде бізде енді Ұлытау аймағында, Ұлытау өңірінде тарихи туризм деген өзінің орнын қойып, мөрін басып қойған тарихи жағынан ол белгілі бәріне. Енді осы туризм деген сөзде енді бұл мемлекеттен арнайы қаржыландырмағандықтан бұл жерде бір коммерциялық не бар да, коммерциялық түсінік. Туризммен қатар коммерциялық түсінік бар. Өйткені бұл жерде инвесторлардың күшімен көп шаруалар, көп жобалар инвестордың күшімен орындалады да, ол инвестор мысалға енді рентабельный ма, рентабельдік па, не рентабельдік емес па, қарайды ғой, пайдасы бар ма, жоқ па. Сол саладан келгенде жаңағы көптеген ірі инвесторлар енді инвестордың қазіргі таңда жасап отқан дүниелері бар. Ол 68 орындық қонақ үй, Ұлытау селосының басына салынып жатқан. Ол инвестордың жағдайы, қонақ үйді қайтадан реконструкция жасап, барлығын ретке келтіріп, қазіргі таңда жері 10 нөмірлік қонақ үйлер, астында асханасы бар, жатар орны бар, бәрін заман талабына сай қойған. Ол да инвестордың шаруасы. Мысалы Болотсай демалыс орнымыз бар. Ол да жаңағы инвестордың қаражатымен қайта қалпына келтіріліп, енді қазіргі таңда қыс жағдайына байланысты ол енді толық несіне қосылған жоқ, іске қосылған жоқ. Енді алда бұйыртса жазда қосылады. Сол сияқты енді үлкен инвестор болмаса да, мына кішігірім, мысалы шамалы өз деңгейіндегі инвесторлардың жасаған шаруалары бар. Енді өңірлердегі жаңағындай грант алып, өздерінің мысалға наубайхана ашса да, ол келген туристарға нанын сатады, жаңа өзінің өнімін сатады деген сияқты. Бәрі ол енді бір-бірімен ұштасқан дүние. Сондықтан гранттар бөлініп жатыр. Енді жаңағы сіз айтқандай арнайы осы туризм бағытына жаңағындай ынталандыру түрінде болсын, немесе жаңағы жылда жалғастыру түрінде болсын, енді бұл негізі ұсынуға жататын мәселе. Енді жаңа аудан әкім грант деп отыр, қарап отырсаңыз расымен де біз қатыстық. Енді жаңа Амангелді деп отырсыз, ол жақ жаңағындай қонақ үйге деп сұрады, болмаса жаңағындай сауна деп. Енді расымен де потолок миллион жарым. Енді туризмға жаңағындай миллион жарым өте мардымсыз. Енді бірақ енді былай бетіп жүріп кетуіне шамалы не түрінен ол да көмегін тигізер. Бірақ дегенмен де расымен де ол туризм ол саласы өте қаражатты көп талап етеді. Енді жалпы біз туризмді айтып отырмыз. Мына жерде тағы бір мәселе. Қонақ үй, жайт инвестордың қонақ үй салынып жатыр. Біздің де қазіргі таңда ертең мысалы сапар орталығы ашылса, сонда 3 өзі арнайы турист күтетін 3 мекеме ашылады бұйыртса. 2 қонақ үйіміз бар. Сосын сапар орталығында сіздерде мысалы ол жерде бар ғой? Бар. 15 орын. Енді сол жарайды ақа. Ол енді халық бұл жерде қауымдарды қайдан танып келеді? Например, егерде біз мысалы ақпараттық біз мысалы майданда біз қалаймыз жалпы Ұлытау мысалы, ол үшін бір туристік агенттер болу керек па? Бақтияр мысалы қалай ойлайсыз? Енді расымен де осы Ұлытауды танытып, жаңағындай жоғыршы туралы айтып, алаша осы Ұлытау өнерінде осы қонақ үй бар екен, жарнамалайтындай. Енді расымен де ол кісілер жаңағындай өз бетімен келеді. Өз бетімен көшеге кетіп бара жатқан бір кісіден сұрап отыр, оны расымен де солай. Бұны ақпараттық майданда біз сайтымыз жоқ. Ұлытауды жаңа паш ететін. YouTube-та жаңағындай әртүрлі видеолар бар, блогерлардың өздері түсіріп кеткен. Бірақ нақты бір орталық болса деймін да, мысалы ғылыми зерттеу орталығы Жезқазған Сәтбаев өңірінде осы Ұлытауда соң бір кеңсесі ашылып, келген кісілер жаңағындай туризмге қатысты бір жазулар тұрса сол жерде келіп адамдар сол салаға қатысы бар екен біледі, кіреді, жөн сұрайды, қайда барамыз, не қыламыз деген сияқты. Сол біз жалпы анау Қазақстан ішкі туризм болмаса сыртқа жаңағыдай 3 тілде, орыс, қазақ, ағылшын тілінде жаңағыдай осы Ұлытауды жарнамалайтын, жариялайтын бізде расымен де портал жоқ қой.
айналысатын орталық жоқ сөнбей. Сол мәселені мысалы қалай шешуге болады? Бұл нағыз алғы шарттардың бірі. Жай келген кісілер ол гостиницаға жатпауы мүмкін. Өйткені бір статья оқығанда жалпы орталық Азияға көп адамдар жаңағыдай 5 жұлдызды қонақ үй іздеп келмейді екен. Но біздің жаңа быт өзіміз жаңа күнделікті өмір сүріп жатқанымыз, жаңа малды өрістен күтіп жатқанымыз, мысалы сол кісілерге соны жаңағыдай бір жақсы бір эмоция сыйлайды екен. Жаңа сиырды қалай сауғатынын, жаңағыдай бие байлау деген сияқты. Мен Бақтияр ағайдың істер қожалықтарда болса Терсахан көктем фестивалін ұйымдастырдыңыздар. Расымен де кісілер жаңағыдай банальный нәрселерді ұната бермейді уже. Оларға кәдімгідей біздің быт, біздің осы жай күнделік нәрсеміз, ол расымен де өте бір продукт екен оның өзі. Соны, например, біз қалай ары қарай алып кете аламыз соны? Қалай жан-жаққа таныстыра аламыз, осы Қазақстан іші болсын, әлемдік деңгейде. Түсінікті. Енді жалпы мынандай көзқарастан қарау керек та, өзін турист ретінде санап, сезініп. Мысалы мен бір жаққа барып тұрсам, біраз жерге бардым мысалы. Бір жаққа барып тұрсам, бірінші кезекте ойлаймын, тоқтайтын жерді ойлайсың. Енді не үшін бар екені белгілі ғой енді. Бір ескерткіш көруге барасың ба, или бір табиғи кереметті көруге барасың ба, или бірге көрейін деп жатсың ба. Бірақ екінші кезеңде ойлайсың тоқтайтын жерді. Сондықтан тоқтайтын жер ол жаңағы қонақ үй болсын, немесе жаңағы гостевой дом дейміз ғой, бір үйде бөлме болсын, киіз үй болсын, бәрі ол жаңағы туристке ыңғайлы жағдай жасалу керек. Көрінген киіз үй қоя салып, мысалы, немесе жаңағы көрінген бір үйге осы үйге жатасың деп жатса салмау, не деген туристке ыңғайлану керек. Ол бірінші кезекте. Өйткені кез келген турист жолдан келгеннен кейін бір демалып алғысы келеді. Ол бірден далаға шауып кетпейді, тауға күтпейді бірден. Содан кейін барып, енді әрмен қарай жаңағы белгілі бір график бойынша уақытында барып серуендеп қайтқысы келеді, біліп отырғысы келеді. Қашан, қай уақытта ол нені көреді, қашан, қай уақытта ол қонақ үйінде болады, қашан, қай жерде тамақ ішеді. Соны біліп отырғысы келеді. Программа ол сол программа орындау үшін енді әрине бізде бәрі жаңағы инфрақұрылыс деп жатыр, соның бәрі дайын болу керек, сай болу керек. Жаңа Бауыржан айтып кетті, біздің Ұлытау өзі тарихи ескерткіштермен, тарихымен белгілі. Рас, әр жердің өзінің бір турист тартатын тақырыбы болу керек. Мысалы ретінде айтатын болсақ, Түркістан бәрі біледі, ол жерде Ходжа Ахмет Яссауи бар, соған барады. Мысалы мына батыста Бекет-Ата. Мысалы Бекет-Атаны айтайық. Мен Бекет-Атаға бірінші рет 2006 жылы барамын. Сол кезде жол жоқ, айдала 250 шақырым, анау Ақтаудан қиялап барасың. Жай мәшіне бармайды ол жаққа. Ол жаққа тек қана УАЗ, сосын джиптер, жол талғамайтын көліктер. Солар ғана барады. Солар жалдайсың, солармен барасың. Өйткені жол өте қиын болады. Бірақ туристер көп енді, көп барады. Сондықтан бұны айтайын деген не? Бұл жерде егер тақырып болса, расында жаңа өзі айтқандай, адам қарамайды ол. Жаңағыдай 7 жұлдызды қонақ үй бар ма, жоқ па. Жаңа көргісі келе ма, бітті бару керек оған. Ол қинала ма, жаяу бара ма, жолда тоқтай ма, қымбат тұра ма, атпен бара ма, оны ойламайды, оған бару керек бітті. Ол өзі мақсат қойды, жету керек, соны көру керек. Сол сияқты Ұлытаудың да тақырыбы осы. Өздеріңіз айтып отырсыздар. Ұлытаудың өзі аты өзі айтып отыр ғой, ұлы тау. Неге ол Ұлытау? Неге ол Алатау, немесе Қаратау, немесе Көкшетау Ұлытау демеді? Неге біздің былай қарасаң кішігірім Аласа тауымызға Ұлытау деді? Оның өзі түсінігі бар, мен талай жазып жүрмін, айтып жүрмін. Ол жаңағы біздің бабаларымыздың түсінігіне байланысты. Бұл тағзым орталығы, киелі, қасиетті жер. Мұндай тау Қазақстанда басқа жерде жоқ. Осы ұғымды біз өзіміз түсінуіміз керек, соны жұртқа жеткізуіміз керек. Соны түсінген кісілер, олар өздері де Ұлытауға келіп жатыр. Ол жолдың қиындығына қарамай, қонақ үй бар ма жоқ па оған қарамай, таныстыру іздейді, болмаса өздері келеді дегендей. Сондықтан ең бірінші тақырып болу керек. Туристер баратындық. Біздің тақырыбымыз бар құдайға шүкір. Ол Әулиетау, Ұлытау. Сонымен бірге Жошыхан бар мысалы. Жошыханды біз осы күнге дейін айта алмай келатырмыз ғой. Міне әйтеуір құдайға шүкір. Үкімет естіп, президенттің құлағына жетіп, сол кісі айтты. Жошыхан ол дүниежүзіне әйгілі Шыңғыс ханның үлкен ұлы. Осы үшін келу керек. Неге Жошыхан осы үшін келу керек? Екіншіден, Жошыхан дүниежүзіне әйгілі Кавказды, Русь, Шығыс Еуропаны жаулап алған Батуханның әкесі.
Батуханды да бәрі біледі. Батухан Алтын Орда ол көптеген халықтардың тағдырына әсер еткен тұлға, оқиға. Жошы хан ол Алтын Орда. Алтын Орда ол тағы да жаңағы қайталайық, мынау Европа елдері мен Азия елдерінің тағдырын өзгерткен осы Алтын Орда. Жаңадан мемлекеттер құрылған, біреулер жойылған, біреулер құрылған, халықтар бір-бірімен алмасқан. Бұл жалпы адамзат өркениетіне үлкен үлес қосқан мемлекет болған. Оны қазір жұрт мойындап отыр, дүниежүзінде мойындап отыр. Сондықтан Алтын Орданың бірінші астанасы, ордасы осы Ұлытау. Осы үшін келу керек туристер. Содан мына Жошы хан бұл қазақ хандары бар ғой, бүкіл қазақ хандардың атасы. Шыңғыс ханның пәленбай ұрпағы бар, бірақ осы Жошы ханнан қазақ хандары тарайды. Сондықтан біз тікелей атамыз. Оның моңғол, анау деп айтып қажет жоқ. Оны қазір ғалымдар дәлелдеп отыр ғой, түркі екенін. Жайды ол мәселе онда болмасын, бірақ ол қазақ хандарының атасы. Қазақ хандары өзіміздің атамыз болып кеткен. Осы үшін келу керек бүкіл қазақ. Ал енді біз тарихта білеміз, орталық Қазақстан, оның ішінде Ұлытау өңірі, бұл түркі әлеміне, түркі әлем деген өздеріңіз білесіздер, Якутиядан бастап Түркияға дейін жайылып отқан қанша мемлекет. Оның ішінде Кавказда бар, башқұрт татарың бар дегендей, Орта Азия бар. Осылардың кіндік тамған жері. Оғыздар осы Ұлытаудан шыққан. Оны кәрі ғылыми дәлелденіп тұр. Осы жерде біздің Ұлытауда Оғыздың 4 қаласы тұр. Сол Оғыздар осы жерден шығып, мынау Персияны, Иран, Ирак бәрін жаулап алып, Сирияны бәрін жаулап алып, туаны 1000 жыл тұрған Византияны құлатты олар. Тарихи отан дейсіз. Одан бүкіл солтүстік Африканы, Еуропаның жартысын, Мекке, Мәдиненің бәрін ие болды. Сол Оғыздар осы Ұлытаудан шыққан. Сол үшін бүкіл Оғыздардың ұрпақтары түркі әлемі осы Ұлытауға келу керек. Осы тақырыпты біз кең таратуымыз керек. Осыны ұстауымыз керек. Бірінші кезекте Ұлытаудың өзі аты айтып тұр. Ол тау бар, біз шеміз деп қажет жоқ бізге. Өз тақырыбы бар, осы тақырыпты біз кең таратуымыз керек та. Сондықтан жаңағы бүкіл жаңағы түркі әлемінің, сосын көшпелі әлеміне қатысты басқа халықтар қазір отырыңқы болып кеткен. Солардың бәрі осы Ұлытауға келу керек. Осы бағытта жұмыс істеуіміз керек қой. Бақтияр, біз енді рас маршрут жасау керек. Оны жаңағыдай турпродукт ретінде мысалы таныстыру керек. Оны жаңағыдай келген кісілермен жаңағы менеджерлер сияқты кісілерді қабылдап отыратын, сосын аяқтан жаңағыдай гостиницадан орын алатын, тура сол бір жаңағы мекеме деп айтып отырмыз сіздер. Сол бір мекеме болса орталықтандырылған. Ол жерде, например, бір гидтер, қазіргі таңда псевдогидтер көп, ешқандай оқымаған, және интернеттен қарап алған. Жаңағы біреу жаңағы хан ордасынан мысалы басқа ақпарат береді, Жошы хан басқа ақпарат береді. Енді осы тұста жаңағыдай бір орталық болса деп, ғылыми зерттеу орталығы, ол жерде жаңағыдай мынау маршрут жасауда кісінің жаңағыдай келіп кетуі жаңағыдай ары өз елді мекенінен кеткенге дейін толық қамтитын сол бір орталық болса деймін. Ол жаңағыдай мемлекеттің қаржысынан, болмаса жеке инвестордың қаржысынан жұмыс істейтін бола ма? Бірақ енді жаңағы қарап отырсаңыздар, бір отдел маршрут жасайды, бір отдел оны жарнамалайды, екінші отдел жаңағы кісіні күтіп алу, біреу жаңағыдай гиді, жаңағыдай броньдау, бір нәрсе, мысалы, сонда бір жаңағыдай туроператор. Осы Ұлытауда болса сондай. Расымен бүкіл мысалға гостиница соғылып жатыр, расымен өтетін адам қамтылмауы. Ол екінші мәселе ол. Ол жарайды, өз бетімен келгендер ол жерге барып жатар. Ал бірақ қандай мақсатты түрде сол жерге жіберіп, сол жердің суретін жіберіп, осындай жерге жата аласыздар деп. Бұнда бір кәдімгідей кейін кісілер расымен өзін айтпақшы жатуды ойлайды мысалы. Сонда бір сайт болса, жаңағы жататын жер болса, мысалы таңдауға мысалы әртүрлі нұсқа. Қасына айтқанда бір туроператор болу керек қой. Бір туроператор болу керек расымен. Енді ол бағытта біз жұмыс істегенбіз. Жалпы өзі 2010 жылы арнайы әкімдікте, аудан әкімдігінде бағдарлама қабылданды ғой, туризмді дамыту жөнінде. Сол жерде жазылған бір бөлім ашылу керек деп ауданда. Сол бағытта мысалы марқұм Хамит Омаров болды, одан кейін Ануар Омаров болды, сол кісілердің бәрі осы бағытта жұмыс істеді. Міне енді ашылайын болғанда жаңағыдай тайып кетеді. Сол ашылмай қойды. Жалпы осы Ұлытауға, осы Ұлытауды біз бәріміз қазақ ретінде мойындасақ, Ұлытаудың қазақтың шыққан жері кіндігі деп тарихи география Ұлытау бір бөлімді қию керек енді. Облыстық бюджет. Бір бөлім ашылу. Ол бөлімде жаңа өзі айтқандай 1-2 маман жетеді. Осы бөлім күн-түн ойлау керек туризмді. Қазір мысалы бауыржандар бар, бірақ олардың басты жұмысы жаңағы мониторинг, сосын көбінесе предпринимательствоға байланысты. Соған байланысты жұмыстар сол жаққа алып кете береді қайта. Қанша бізде
құрылыс жүріп жатыр, инвестиция қанша болып жатыр, жаңағы картошка қанша болады. Айналып келгенде турист ешкім ойлап турист ұмытып қалады. Ешкім ойлап жатқан жоқ. Мен бауыржан білмеймін қазір. Енді бұл айтып беруі мүмкін, бірақ күніне 1 сағат ойлаймын, ойламаймын, білмеймін. Біз мысалы енді қорқып жаймыз. Былай қарасаң, жұрт ойлайды, біз де айналысуымыз керек. Ашындап келгенде біздің жарғымызда, уставымызда жоқ туризм деген сөз. Мәдениет және спорт министрлігі туризмді қосқанмен, бірақ біздің жарлығымыз өзгерген жоқ. Сондықтан біз мына заңды түрде туризммен айналыса алмаймыз. Егер шындап келетін болсақ. Мен қазір мысалы бір турист алып бір жаққа алып барсам, одан ақы алып жатсам, 2-3 ғана аламын заңды түрде. Ал енді жаңағы мәшинеге барға келген үшін, осы мен одан ақы алмаймын. Осы жаңағы салық комитеті мені маған шығарып салады мысалы. Сонда Бақыт Сапарұлы, например, мысалы бірден-бір мекемеден сіздер деп айтып отырық қой, жаңағы туристарға тікелей қызмет көрсетіледі. Сонда мысалы сіздердің функцияңыз жоқ екен. Мысалы Бауыржан Татығұлында бұл жаңағы мониторинг. Сонда қарап отырсаңыз, ұлтауда ешкім мысалы турист күтіп шарпысып жатқан жоқ қой? Жоқ. Ондай жоқ мүлдем. Сонда бізде мысалға туризм қандай түрде дамыған? Бізде туризм дамыған, бірақ көбісінде біздікі жаңағыдай приключенческий туризм. Келеді, өз өттерімен шығады, өз өттерімен барады. Расымен де біз қазір шамалы айналысып жүрміз, 4 жыл болды. Енді Ұлытауға көп кісілер келеді, сонда мен бір әңгіме естимін кісілерден. Сендер Ұлытау дейсіңдер, Ұлытаулардың осы ма деген сияқты. Аха. Енді біз расымен де жаңағы орталық деп отырмын, ол қазір уақыт күттіртпейтін, мысалы енді бір сезон өтті, екінші сезон келеді, екінші сезонға біз уже дайын болуымыз сақада сай неге дейтін болсаңыздар, біз Ұлытаудың біз теріс несін шығарып жатқан жоқпыз атын. Ұлытау деп келеді, бірақ жолын көреді, ешкім күтіп алмайды, жататын жер жоқ, жататын жер бір нәрсе дұрыс болмайды. Жаңағыдай мысалға хан ордасына барады, ол жер жаңағыдай сері кіріп кеткен болады, енді адамдар мусорын шашып кеткен болады. Ол өте теріс әсер етеді. Расымен де YouTube-да басқа жерде ел аузында Ұлытау деген өте киелі, ол кіндігі, ол хандардың жаңағы 300-дің бас болсын, хандардың ақ киіз көтерген жерде адамдар келеді бір сонда үмітпен. Бірақ келеді да реальностьті көреді да, шынайылықты көреді да, расымен де көңілге түсіп кетеді. Оған мысалға мен ойымша Ұлытаудың әрбір халқы негізінде оған сондай пікірде кеткенде бәріміз кінәліміз. Бұл енді жеке мен өзім. Енді тағы бір мәселе, Бақтияр аға, мүмкін сізге де қатысы бар шығар. Қазір өте бір қажеттілікті туғызып тұрған кәбір мәселе, Жезқазған қаласында бір 5-6 мен білуімше нелер бар, тарихшылар бар, жаңағы гид, экскурсия ұйымдастырып жүрген. Гидтардың аузынан шығатын жаңағыдай нақты бір тарихи нысан бойынша, жаңағы аузынан шығатын сол тарихи нысан тарихын біріздендіру. Мысалы Алашахан кім? Тек қана бүкіл ауданның аузынан бір аға шығу. Мысалы қалай ойлайсыз? Расымен де бір анда тартады, мында тартады, бір жаңа Шыңғыс хан дейді. Расымен де кейін кісі уже қайда екенін түсінбей қалады. Мысалы ол туралы Әлкем Арлан бір ақпарат айтқан, Қаныш Имантов Сәтбаев, Машһүр көбейіп, қазіргі ғалымдарда мысалы Шыңғыс хан деп таянбай тұр. Мысалы Жошы ханды сөйтіп біріздендіріп, хан ордасында, Алтыншоқында, енді Алтыншоқы жарайды, ол анық екен, ол таңға тасқа таңбадай басылып жазылып кеткен. Мысалы Әулиетауда сондай біріздендіруші мысалы не істеу, қандай жұмыстар жасауға болады. Мүмкін жаңағыдай расымен де бір орталық ашқан кезде мүмкін ол жаңағыдай гид дайындау. Ол жер қызметіне керек, мысалы қысқы уақыт мезгілдерінде брошюралар дайындау. Сондықтан бар. Президент үшін қалада гидтер айтпай қой, өзіміздің гидтеріміз, өзімнің қызметкерлерімді мысалы бір әңгімені әртүрлі айтады. Мысалға иә, бір аңызда кез келген қазақ талып айтшы. Ол жаңа әңгімені бір түрлі айтады да, оның қасына отырған адам ертеңіне оны басқаша айтады. Сол кішкене бір түрлі өзгереді. Бірақ не дегенмен жаңа айтып отқандарыңыз дұрыс, жалпы бір мәтін болу керек, ол мәтінді бекітуіміз керек. Біз сол бағытта қазір жұмыс істеп отырмыз, өзіміздің тарабымыздан министрлікке бекітіп, жаңағы мәтінді қолданайық дейміз, қолданысқа ұсынайық. Бірақ ол қарасаңыз, жаңа ғылыми кеңеске берілді мысалы. Ғылыми кеңесте 12 ғалым отыр. 12 ғалым 12 пікір жазды. Енді жаңа 12 пікірдің бәрін ескеріп кіргізейік десек, ол 5 бет парақ ұшады. Жошы хан жөнінде. Енді сол жерде 5 беттің енді айту мүмкін емес қой. Турист оны жалып кетеді. Оны нақтысын алып, соны нақтысын алып қайтадан жібердік. Қайтадан жіберсек, жаңағы 12 адам тағы 12 пікір қосты. Мына неге айтпайсың, мына неге айтпайсың, мына неге айтпайсың. Олардікі дұрыс жалпы. Бірақ оны айту ана жерде мүмкін емес қой. Сондықтан жаңағы жалпы бір мәтін болады, ол келесі жылға дайын болады. Бізде қазір аяқталып қалды ол жұмыс. Ол бір Жошы хан бойынша оны айту, мысалы деймін, бір Жошы хан бойынша айту керек. Бұныз осы ұзақ процесс, иә. Жаңағы ғалымдардың пікірсіз болмайды ғой.
Арнайы ғалымдар Әлбетте. жалданды. Айболат Күшкінбаев деген мысалы белгілі ғалым, сол сияқты. Солардың пікірсіз біз мысалы өзіміздің айтқанымыз болмайды деп солай келісіп отырмыз. Әйтпесе біз өзімізге икемдеп оны жасаймыз. Осы сұхбатымыз жалпы пайдалы болу үшін бұл жерде бір тың идеялар болса да, енді біз бар проблемаларды айта берген мысалы ешқандай не жоқ. Соны шешу жолда мысалы қарастырып көрсек. Енді Қазақстанда расымен де біз Қарағанды облысы 30% алып отырмыз ұлттау территориясы. Расымен де біздікілер кәдімгі жан-жақта шашылып жатыр енді. Енді осы мәселе бұл өзінше бір проблема. Енді кісілер келіп жүрген кезде Алашхан, Жошхан ұлттауға келген шейін кісілердің расымен де кәдімгі шаршап кетеді енді. Енді душ жоқ деген сияқты. Енді бұл жерде мен бір жаңа ой айткім келіп отыр. Мына авиатакси. Соған қалай қарайсыздар? Авиатакси болса қазір енді доступны болып келе жатыр ғой мысалға. Енді әуе кеңістігінде жаңа көліктер, жаңа ол енді транспорттар ол ең безопасный ретінде саналады, ең қауіпсіз. Енді келген кісі расымен де бір күнде мысалға негізгі тарихи орындар бір күнде жаңағыдай комфорт жағдайда әуемен мысалы алып ұшып кетсе апарып тастайсыз мысалы жандарына қонып вертолет мысалы Әулиетауға да шығарып қыс мезгілде Әулиетауға шығып жүріп төменге қарай шаңғымен түссе мысалы оған дейін жаңағыдай канаттың дауылын күтпей мысалы авиасообщение мысалы біраз мәселені шешіп жүреді. Например, хан ордасына жол салды. Мысалы бір жыл осы күзде енді болды. Енді қазір жағдайын көріп жатсыздар енді. Расымен де біраз жыл өтіп кеткен жол сияқты. Енді сапасы сын көтермейді. Одан кейін Алашаханға салды, онда расымен жүріп жүрмін ғой мен. Мен новый деп айтамын, бірақ келіп жаңағыдай бір шоколад салған кезде расымен де күдіктеніп қаласың. Расымен оны сапасын көтермейді. Одан кейін енді адамдар КамАЗбен жүреді, басқамен жүреді, ауыр техникалармен жүреді. Күн ыстығында ол расымен де өзінің жаңағыдай атының белгісін қалдырмай кетпейді. Енді анау Алашаханға салған жолды мысалы Қазақ-Мысыр карьерлері толып отыр ол жақта. Ол жақта белаздар жүреді, басқалар жүреді. Бұл әрі кетсе 1 жыл, 2 жыл. Одан кейін не болады? Одан кейін сол баяғы қалпымызға түсеме деген бе? Егер авиасообщение мысалға жаңағы авиатаксилар болса, мысалы Ұлытау 10 штук деп айтайық мысалға. Егер де оны үкімет араласатын болса, 10 штук үкімет қылмыз ештеме емес. Жаңағы бір компакт, 1-2 адамдық қазір шығып жатыр ғой, Қарағандыда бір уақытта дос жасаймыз деп. Сондайлар болса мысалы гид отырады, турист отырады, хан ордасына мысалы қазір-ақ барып келе салатын мысалы өте тамаша мысалы идея былғап қойған кезде. Енді жаман жолды жақсы мысалы авиатакси компенсировать етіледі. Болмаса жақсы бір жол толғамайтын көлік. Сондай нәрселер мысалы компенсировать етіледі. Енді желілі көлік мысалы Жошықанға қазір мүлдем бара алмайды. Өйткені барған адам өзінің машинаның жағдайын ойлайды. Износ деген бар, оны ертең аз тиіп сол жерде далада қалып кетсе болмайсың. Өте қиын жағдай мысалы. Бұл да өзінше бір мәселе. Сосын бір Қазақстанда бір екінші мәселе мен көріп отқаным. Мысалы біздің алтын шоқымыз бар ғой. 14 ғасырда Ақсақ Темір жаңа жорыққа кетіп баратып, сол жерде жаңағыдай қырдың үстіне шоқының басына тас үйдіртіп, жаңағыдай пеш жасап, кіреберісіне құлып тас қалды. Енді қазір соның жағдайы қалай мысалы? Енді тастарын алып кетіп жатыр. Кезінде үлкен кісінің естуі бойынша бұдан көп болған дейді. Енді бұл бір Европада, бір Америкада болса, баяғыда біз уже бір 5-6 метр жерден қарап тұршы болған. Маңайына тайналмаушы ек. Енді қазір адамдар үстіне кіріп, шығып, тастарын алып кетіп, мусор қоқыс шашып жатыр. Енді мүмкін қазір ойлаймын, олардың жанына бір шырақшылар қойып көп. Жаңағыдай расымен де біздер мекеме болса, осы ауылдан жаңағыдай өзінің бір агентін алып, жаңағыдай сол жерге жаңағыдай бір күн үстіне отырады, жаңағыдай ауыспалы түрде, сол жерде отырса. Мысалға, расымен де Әулиетауға шыққан кезде енді кейде таза бір болмайтын нәрселер жатады үстінде. Жеке гигиенаға қатысты нәрселер жатады мысалы. Ол өте жаңағыдай біздің намысымызға тиеді. Ол жерінде ұлылығында былай шыққан кезде жаңағыдай бір нұсқан келтіретін сияқты. Ұлы деген жерге адам осындай істейтін бе деген сияқты. Бұл расымен де қазіргі таңда қалыптасқан проблема. Енді бұны шешу жолдарын мысалы сіздер өздеріңіз қалай түсінесіздер мысалы. Енді барған жерде расымен де мусордан көз ашпаймыз. Бұл келген кісілерде енді туристер өтіп жүрген кезде өзім күйде ұятып қалып жатамын. Бұл соны қалай шешу болады, не істеуге болады? Шынымен де қазір ондай орындарды барып тазалайтын арнайы несіне жаңағы қатысты мекеме енді жоқ қой. Енді ішкі жаңағы коммуналдық мекемеге айтсам, ол территория емес, Ұлытаудың селосының территориясы ғана деген сияқты. Бұл жерде тағы да жаңағындай келіп арнайы бір жаңағы Бақтияр Сапарбекұлы айтты ғой. Арнайы бір осы туризммен жалпай айналысатын бір мекеме құрсақ, сол мекеме сосын өзінің жаңағы шеңберінде жаңағы туризм полициясы солармен бірігіп жаңағындай басқа да
уәкілетті органдармен бірігіп жаңағыдай. Ол жерде жай айналысатын мекеме болған өзінде де ол 24-те 7 жандарм жүре алмайды ғой тарих бойынша. Ол жерде бір адам жалпы қоршау ретінде қоршалса, адам кіргізбей болмаса бір сол жерде билет нетіп бере ме, ақшасын төлеген кезде мысалы сондай болса. Енді сәйкесінше құрылымса хан ордасы өзі ақша түсіретін болса, сәйкесінше өзіне түскен ақшаны ол сол тарихи орынға жұмсап, кейін жаңағыдай ол хан ордасын мүлдем кіргізбей, жаңа соның имитациясы ретінде мысалы хандардың жаңағы қабырғасымен қалып тараза істеп жатыр ғой, сондай сап. Сондай істесе мысалы, оның ішіне кіргізбей ақ мысалы. Сондай да мысалы шерулер ұйымдастыруға болады. Енді ол ұйымдастыруға болады, енді әр қызметтің жанында бір қызметкер бір адам тұратыны белгілі ғой. Сондықтан ол шараларын бәрін жаңағыдай ұйымдастырып, жергілікті жерден жаңағыдай ауысым негізінде оны тағы да мысалға жаңағы ол кісілердің айлығы бар, мысалға оны төлейтін өзі арнайы функциясы бар мекеме болу керек мысалға деген сияқты ғой. Енді қазіргі кезде онда ол мүмкін емес енді қазіргі кезде. Мысалы қарасаңыз, хан орданы алайық. Хан орданы басына адам отырып, оның кемінде кигіз үй қойып қою керек қой. Мысалы будка будка қойған тағы күлі жұрт күледі, мына не будка деп. Хан ордасының жанында кигіз үй дұрыс. Қойдық кигіз үйді. Тематичный ма? Қиын емес, иә. Бірақ енді сол адамды қалай апарамыз? Мысалы бір кісілер келгенде сол алдын ала күтіп алайық деп адам жібердім десек, машина іздеп жүресің. Соның тамағын орайсың, ол бейшараның суы қайда, ертең аналар кешігіп қалса кісілер ол жоқты күтіп отырады күннің астында, оның обеді қайда, оны кім алып келеді, қанша проблема. Ұйымдастыру жұмыстары. Бұның бәрі болашақта болады, бірақ қазіргі таңда ол қазір қаражатқа байланысты. Мысалы біздің қорқымыз жайлы алатын болсақ, бізде 25 кешен бар. 25 кешен біз заң бойынша күзетуіміз керек. Бірақ менде 4-ақ егір бар. 4 егір. Үлгермейді дейсіз. Иә. Ол қалай үлгереді? 25-20 жақта еще, иә. Мысалы, Жошқанда қалай кәдімгі мысалы жаңағы өзіңіз айтқандай кешен салынып жатыр. Биыл жаңағы жөндеу жұмыстары, абаттандыру жұмыстары жүрді. Енді соны біреу қарау керек қой басында. Біреу қарап отыру керек. Ол адам, мысалы, егер ұлтадан баратын болса, ол 150 шақырым. Барып таңертең кешке дейін болып, жаңағы су тамағы өзімен бірге болу керек, кешке қайтып келу керек. Тағы 200 шақырым жүру керек. А жезқазған алатын болса, бәрібір 50 шақырым бар, 50 шақырым. Кім оны сөйтіп? Оның қаражаты қайда? Оның жаңағы көлігінің бензині қайда? Оның айлығы қандай болады? Ол жаңағы вахта бет болса, ол қалай болады деген сол сияқты. Жай Жошқа шешіліп жатыр. Кешен болады, қазір ол жерде міндетті түрде айында басқа Алашхан не істейміз? Жаңағы хан ордасын не істейміз? Жаңағы өзіңіз айтып жатқан алтын шоқыны не істейміз? Оның бәрі біздің көкейіміздегі проблема, білеміз. Жаңағы жиналыстарда, ұсыныстарда біз айтамыз, жазамыз. Бірақ ол үшін жаңағы мысалы биыл бізге уәде берген 5 штат қосамыз деп, егерлікке. Енді міне қосамыз деген соңынан кейін жақында қағаз келіп тұр. Президенттің жарлығы бойынша биыл 10% қысқарту керек. Келесі жыл 15% қысқарту керек деп қағаз келіп тұр. Енді осы кезде қалай ойлайсың? Кімді қысқартамыз? Ғылыми қызметкерді қысқартамыз, мына музейдің күзетшісін алып тастаймыз ба? Осы жерде жаңағы биыл барайық қылсын деп. Анда бір блогер келді, Яков Федоров деген кісі. Сол кісінің YouTube-тан не шықты? Осы ұлт отырғызу жақында YouTube-тан бір видеосын салды. Бірақ ол Instagram-да оны бүйтіп жазған еді. Указательдер жоқ. Мысалы, егер адам өз бетімен баратын болса, не істейді? Қаланың жолы, басқа деп. Мысалы, ол да проблема ғой. Бірақ Ұлытауда бізде біраз жерде бар. Енді Жошыда бар, неде бар, Басқамырда бар, Талдысай кешенінде бар. Оны жоқ деп айтуға болады. Енді аха ол енді. Бірақ негізі үлкен нелмен жоқтың атары үшін. Аха, осы үлкен шрифтармен жазып, астын құйып, тасқа қашап жазғандай сол жерде көрсетіп қойсам мысалы. Мысалы, ол да бір туризмге көңіл болатын бір белгісі ретінде болады. Мысалы, жаңа туристік полицияның будкасын қойса, ол да расымен өзі келген адам, сіздердің сайттарыңызда салып қою керек нелерді. Аха. Мысалы, турист келіп жатса, ол туристік полицияның будкасын көрсе айтады, мына жерде біздің мүддемізді жаңа қорғай алатын, мысалы, адамдар бар екен. Турист айтады, именно ол маған арналған полиция. Мысалы, солай ол. Ол да мысалы бір көңіл бөлгендігі жөнінде мысалы кісіге ой салады. Адам мысалы емін-еркін мысалы не қылып жүре алуы мүмкін. Мысалы, осында ойлар. Жақсы. Мен бұйыртса айтып отқанда уақыт еншісінде. Бұйыртса осының бәрі сіздердің біздің арқасында жүзеге асып кетсін деп ойлаймыз. Енді құрметті көрермендер, осымен біздің подкастымыз аяқталды. Егер де ойларыңызды білдіргілеріңіз келсе, осы
видеонун астына комментарий кылдырып кетсеңиздер болот. Бизге жазылып косулуп коюңуздар. Сау саламатта келисик.